Ассалаумағалейкум ағайын. Сіздермен Қоңырқау Шахан каналы. Міне бүгін Алматыда күн жылы. Мына линиямыз уже 2-3 күн болды. Войгылға шығып жүргендерінде таза ауада рахаттанып жүр. Енді осы линиямызда қазір бұл жерде 7 тауық, бір қораз тұр. Мына войгылға шыққалы бері мына қораз құтырып кетті. Адамға секіріп, білмеймін, адамдан қорғама, түсініксіз. Не екен өтірік, қараш, жерді көрін жеп жүр өтірік. Аяғыма жақындап келіп, адам бетіне дейін секіреді. Жап-жақын жерде тұрмыз. Бетіме дейін секіріп алдында. Білмеймін, артқа қарап жүрсең, адамды артынан қуалайды. Неғып ондай екенін кім біледі? Қораздардың неғып бұндай болатынын. Адамға үйретейін десең, қаншама үйренбейді бұндай қораздар. Наполеон сияқты. Баяғы Наполеон деген қоразымыз сондай болатын, тура осындай адамға секіргіш. Оны ақыры үйрете алмай сатып жібергенбіз. Енді бұндай қораздардың бір жақсы, қасында тұрған тауықтар жақсы, жұмыртқалары жақсы апладаты өреуіні, бүкіл нелерін, тауықтарын жақсы қорғайды деген сияқты әңгімеде, бірақ адамға секіре береді сол жаман. Наполеонның өмірі жаман болып аяқталды. Себебі біз оны сатып жүрген адам, оның балаларына жүгіріп, ешкім жүре алмай ары бері. Ақыры оны супқа жіберген Наполеонды. Енді тауықтар жайлы көп айтып кеттім. Қазір инкубаторияда не болып жатыр, сол жайлы көрсете кетейін. Ал енді біз міне инкубаторияға келдік. Мына жақта балапандарымыз алдыңғы партиядан шыққан. Бүгін клиентіміз келіп алып кету керек. Бәрі ұйықтап жатқан, ұйқылардан тұрып кетті көбісі, шошып мен сөйлегеніме. Ал мына жерге кеше ғана 480-дей жұмыртқа салғанбыз. Енді Құдай қаласа бүгін туған күндерін қосып салып жүру керек. Біраздан кейін. Енді алдында біз негізі общий инкубаторымызға 528 жұмыртқа сияды. И ана кішкентай қолданыстағы инкубаторымызға қасына бір 80-дей ма, 90-дей ма жұмыртқа салып қосып салғанбыз, 600-дей жұмыртқа. Енді сол 600 жұмыртқамыздың 150-дей ғана шақты балапан шықты. Мына жерде уже алып кетті кеше бір партиясын, кішкентай партиясын. Мына жерде қазір примерно 2 брудердан общий 120-130-дай балапан тұр. Нақты санын білмейміз. Енді соны бүгін Құдай қаласа алып кету керек. Мына жерде көбінесе тауықтар. Көріп тұрғандай тауықтар. Мына жерде өңкей әтештер. Қалады. Әтеш тұқтап жатыр екен. Енді сол 600 жұмыртқамыздан 150 жұмыртқа неғып шықты деген сұрақ туындайды. Енді бұл жаққа келетін болсақ, 600 салған жұмыртқамыздың 300-і ғана аплод болды. И осы инкубаторда 300 жұмыртқа тұрған. Енді 300 жұмыртқаға келетін болсақ, 300 жұмыртқаның инкубатордың несі алдында ремонт жасалғалы бері калировкасы дұрыс болмадыма түсініксіз. Енді бірақ калировкасы енді қазір түзеп қойдық. Сол градус ішінде ойнады ма, соны түсінбедік. И тағы да бір фактор, ол бізде вывод кезінде кішкене, енді біз всегда үйде болмағандықтан, ініміз екеуміз сабақ, әртүрлі жерлерге барамыз, жұмыс үстінде. Үйде көп болмағандықтан, сол вывод кезінде кішкене несі, влажность төмен болып кеткен. И сол влажность төмен дегеннен кейін балапандардың жартысағына шыққан. Вывод кезінде ең соңғы күндері влажность 85 градусқа дейін болу керек. Өйткені балапандар көбінесе сухой болса, инкубатор шыға алмай қалады. И сөйтіп 300 жұмыртқамыздан 150-ақ балапан өзіміздің выводтарымыздың ішіндегі ең нашар вывод
болды енді осы жолы. Қарап тұрсаңыздар 600 жұмыртқаның 150 деген ол қанша процент? 4-тен 1 ғой. 4-тен 1 шықты сол айынан. Енді ең соңғы 2 ай ма? Ең соңғы 2 ай десек болады. Шаруашылығымызда кішкене форс-мажор болып жатыр. Енді бұның барлығы Алланың қалауымен инкубаторымызды да жөндеп алдық. Енді келесі выводтар Аллаға қаласа жақсы шығады деген ойдамын. Енді ана тауық қораға барып тауықтардың жағдайын көрсете кетейін. Міне мына тауық қорадағы тауықтарымыздың жағдайы өте жақсы. Бұларды да алдында сыртқа шығарғанбыз. Енді қазір пока сыртқа шығармай қоя тұрамыз дедік. Себебі бізде енді қазір аулада шөптер енді шығып жатыр. Бұларды ертерек шығарып қойсаңыздар, көктем кезінде бізде аулада қатты орын көп емес қой. Бұлар бүкіл енді шығып жатқан шөптердің бәрін жеп қояды. Сосын жаз бойы олар тесіктен шығып алып жатыр уже. Барлығы қазір кіргізу керек. Бүкіл шөптерді жеп қояды, сосын жаз бойы шөпсіз жүреді да. Сондықтан барлығын ішке кіргізіп тастағанбыз. Мына жақта туып жатыр тауық. Жақсы, Аллаға шүкір, туылары. Ешне жоқ екен. Мына жақтағы тауықтарды енді әлі шығармадық ешқайда. Бұлар іштері пысып тұр. Ар жаққа кірмей қояйын. Жұмыртқа туып жатыр бұларда. Енді аналардың бәрі тесіктен шығып кетті, қазір кіргізу керек ішке қаратай. Міне кішкентай ғана осы шолуымыз, шаруашылығымыз бойынша бәрін ішке кіргізу керек. Ал енді ағайын, осымен шағын ғана видеомыз аяқталды. Сау саламатта келсек.